Садақа деген сөзді біздің көп адам дұрыс түсінбейді. Ақша деп түсінеді. Жоқ. Садақа ақша емес. Садақа жақсы амал. Садақа күлімсіреу, бүйтіп бір жию. Садақа деген ассалаумағалейкум деп амандасу. Садақа деген есік алдын подъезін таза ұстау. Садақа деген ағайынмен мәмілең дұрыс болу. Садақа деген өсіп тұрған ағашқа су құю. Біреуге сыртынан дұға қылу, сол садақа болудан жоғары. Мысалы, білесің, бір қазақтың баласы бар, бір қазақтың қызы бар, бір мұсылман бар, бір қиналып жатқан, соған үйінде отырып, "Я Алла, анау аман болсын, ісі алға бассын, өссін, өнсін" деген сияқты дұға қылсаң, сол садақа берген сауап болады. Енді ақшасы көп адам ақша туралы айтады да көбінесе. Ақша бер деп. Жоқ, ақша керек жоқ. Ақшаға дейінгі нәрсе бар. Сен ақшаны бере бер, оңға, солға, миллиард, зекет, ой, төге бер. Бірақ ішің арам болса, ағайынға сыймаған жексұрын болсаң, тек қана менікі дұрыс деген инстанция болсаң, көкірегіңді керіп, әйеліңді сабасаң, біреуді қорласаң, біреуге зұлымдықсаң, не пайда садақадан? Маған десең, зекет бер, дүниеңнің бәрін таратып жібер. لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له أن يتصدق بمئة عند موته. Мен қазір өлесің деген адамның бүкіл дүниесін таратып жіберсең, сол садақа дейді адамның тірі кезінде берген 1 теңгесіне жетпейді. Мәселе сен 1 теңге берсең де 1 теңге 100 емес, 1 теңге Каспийден де аудармайды, 1 теңгені ешкім алмайды қазір. Тек қана бір-ақ жер алады. Білесіздер ме? 1 теңгені қай жер магазинде алмайды қазір. Бұрын анау үлкен торговый сектор алатын 1 теңгені. Қазір 1 теңгені бір-ақ жер алады. Білесіздер ме қай жер алатын? Айтып берейін бе 1 теңге қайда өтетін? Қалай ойлайсыздар? 1 теңгені қай жер алады? Банкта алмайды қазір. Банктан менеджердің уақыт жоқ, сен 1 теңгені санап отыратын. Бір дорбаға апарып берсең 1 теңгені алмайды сен. 1 теңгені тек қана бір-ақ жер алады. Мешіт алады, дұрыс. Машалла, мешіт алады. Садақату таруддул балаа ва тузиддул умра деген пайғамбарымыз. Садақа беру таруддул бала, бәлені қайтарады дейді, тоқтатады дейді. Ва тузиддул умра, өмірді ұзартады.